Сәлем достар. Біз корей тілін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Міне, екінші кітаптың бірінші бөлімін бастаймыз. Чоннам ұлттық университетінің корей тілі оқулығының бірде екінші кітабы. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы ишип обон посырыл тасео деген. Яғни 25-ші автобусқа отырыңыз деген. Бүгін біз уичи орналасқан жері, яғни тұрған жері, орысша местоположение дейді ғой, сол жайлы өтетін боламыз. Сол жайлы сөздер өтетін боламыз. Жаңа сөздер бар екен арасында, ол кояни деген сөз, мысық деген сөз қазақша. Бірінші ап деген сөз алды. Туи, яғни мына жерде көріп тұрғандай, мысық артында тұр. Арты. Туи. Уи. Үсті. Уи. Аре. Немесе мид. Асты. Төмен деген сөздер. Аре. Немесе мид. Келесі. Йоп. Йоп. Жаны. Йоп. 오른쪽. 오른쪽. 오른 жағы. сөз. 오른쪽. 왼쪽. сол жағы. 왼쪽. 안. іші. 안. 박. сыртында. 박. мынаны хаго, мынаны сай деген. Ол бір нәрсемен екінші нәрсенің арасы деген сөз. мысалы, шексан хаго 의자 사이 деген үстел мен орындықтың арасы деген сөз. деген орынды білдіреді. Келесі осындай кішкентай жаттығу. Бұл жерде осындай сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. мысалы, бірінші сөйлемде 고양이가 책상 мына жерде 옆 дейміз. 책상 옆에 있어요. мысық үстелдің жанында тұр дейді. деген сөз. деген сөйлем. келесі. осыны өздеріңіз орындаңыздар. мысалы, 고양이가 책상 яғни 위에 болады үстінде. 책상 위에 있어요 болады. екінші мысық астында тұр. 고양이가 책상 밑에 아래 밑에 있어요. 고양이가 책상 밑에 있어요 болады. келесі. 가방 ішінде, сөмке ішінде кітап бар деген сөз. яғни 안 деген сөз. 가방 안에 책상이 있어요. мінекей жауаптар, өздеріңіз тексеріп көріңіздер. келесі.
міне бүгінгі өтетін ереже бірінші ол ви ысео, яғни бір етістікке ысео деген жалғаймыз. Ол деген бір нәрсені істеуін, сұрауды, өтінуді, немесе істеуді бұйыру үшін қолданылады. Бір нәрсе, бір кісіден сұрайтын болсаңыздар. Ол әдеттегідей пачим болса ысео жалғайды, болмаса жай ғана сео жалғаймыз. Мысалы, илгү сео, анжы сео. Сеоға жаңағы оқыңыз, отырыңыз деген сөздер. Немесе посео, көріңіз, қараңыз, касео, барыңыз деген сөздер. Сондай сыпайылық білдіретін сөздер. Және ал мысалы, йоги анжысео, мына жерге отырыңыз дейді. Келесі, чегіл посео, кітапқа қараңыз дейді. Немесе кітапты оқыңыз деген сөзде, Кореяда пода деген ол қарау, оқу дегенді білдіреді. Және мысалы тест тапсыратын кезде, мысалы шиомыл пода дейді. Ол да пода деген ол жерде де сол тест тапсыру дегенді білдіреді. Келесі, пайраши чанмуныл тадысео. Байра, терезенің жабыңыз деп сондай бұйрық беріп тұр. Осындай бірінші өтетін грамматика бір кісіге бір нәрсені жасауды сұрау үшін, немесе сондай өтіну үшін, немесе соған жасауды бұйыру үшін қолданылады. Келесі, L деген L-дің түсіп қалуы. Егер етістік немесе сын есімнің түбір L-мен аяқталып, және ол Н, П, С-мен басталатын сөзбен жалғанатын болса, онда L түсіп қалады. Жаңағы түбірден L деген түсіп қалады. Мысалы, пальда, сальда, йолда, нольда, мантылда, ульда деген сөздердің түбірінде L тұр ғой. L-мен аяқталып тұр түбірі. Яғни соларға Н мен П мен жерде Н, П, С-мен басталатын сөздер жалғанса, онда L түсіп қалады. Мысалы, біз алдында өттік айо ойоны. Пальда деген ол парайо деп жалғаймыз. Ал сео жалғайтын кезде ол L түсіп қалады, сонда пасео болады. Пасео. Нольда дегенде сондай, нольдаға айоны жалғанды норайо болады. Ал оған сеоны жалғайтын кезде L түсіп қалады да носео болады. Йолда, йоройо, йосео. Мандылда, мандыройо, мандысео. Жасаңыз деген сөз. Мысалы, чанмун을 여세요. терезені ашыңыз деген сөз. 오전에는 공부하세요. 그리고 오후에 노세요. түске дейін сабақ оқыңыз, және түстен кейін ойнаңыз дейді. Солай студенттерге, оқушыларға сондай айтып тұрған сияқты бір мұғалім немесе ата-анасы. 케이크를 내일까지 만드세요. 케이크 дегеніміз ағылшынша кейк деген сөз. Жаңағы тортты ертеңге дейін жасаңыз дейді.
мінекей, яғни елмен аяқталатын сөздер болса, сөздерге сейон жалғайтын кезде ол ел түсіп қалады. Және үшінші грамматика ол ро деген, н ро. Енді бұлай қазақша түсіндіруге тырыстым. Бұлай болады деген, бір жерді орынды көрсету, және бағытты айту үшін бір зат есімге бір зат есіммен бірге қолданылады. Ро деп бір нәрсенің бір бағытын бір жерде көрсету үшін біз мынандай n-ға зат есімін жалғаймыз роны. Егер зат есім дауысты дыбыспен немесе л әріпімен аяқталатын болса, онда жай ғана роны жалғаймыз. Енді өздеріңіз білесіңіздер. Ал егер басқа кез келген дауыссызбен аяқталса, онда роны жалғанады. Жалпы мағынасы түсінікті ғой, бір бағытты бір жерді көрсету үшін роны жалғаймыз. Енді мысал арқылы оны үйренетін боламыз. Яғни патчим болса роны жалғаймыз. Яғни мысалы конхан ро әуежайға қарай, орын чогыро онға қарай, онға деген сөз. Ал патчим болмаса, немесе елмен аяқталса түбірі, онда роны жалғаймыз. Мысалы хаккёро, кисуксаро, мектепке қарай, кисукса жатақханаға қарай, жатақханаға деген сөз. Мысалы, орын чогыро касео. Мына стрелка сияқты онға қарай барыңыз дейді. Онға қарай барыңыз деген сөз. И посының хаккёро ангайо. Ангайо жай ғана сөйлемеген. Бұл автобус мектепке қарай бармайды дейді. Және тағы бір мысал. Тушикачи кёшиллё осео. Сағат 2-ге дейін, кёшил дегеніміз сынып бөлмесі, сынып бөлмесіне, яғни классқа келіңіз дейді. Енді мына жерде көріп тұрғаныңыздай, бұл орынчок деген бұл да зат есімін білдіреді. Орынчо, хаккё, кёшил. Осындай зат есімге жалғап тұр. Жалғап осы жерге деп бағытты көрсетіп тұр. Енді соған бір кішкене тапсырма орындап көрейік. Мысалы, йонсып деген бөлім. Табын погиуа качи манның көсіл чажысео. Үлгідегідей осындай дұрысты табыңыз, немесе таңдаңыз. Мінекей, оди ро кайо. Яғни патчим болмағандықтан біз роны жалғаймыз. Оди ро кайо. Кисукса, бұл жерде де патчим жоқ, сондықтан роны жалғаймыз. Кисукса ро кайо. Қайда барасың? Жатақханаға барамын дейді. Мысалы, тосогуани оди исойо. Кітапхана қай жақта? Ичок ро касео. Яғни к патчимен аяқталып тұрған түбірі, сондықтан роны жалғаймыз. Ичок ро касео болады. Мына жаққа қарай барыңыз деп қолмен нұсқаған болу керек. Екінші мысал. И посыға бехва жом ро кайо. Яғни патчимен аяқталып тұр, ро жалғаймыз. Бұл автобус сауда орталығына қарай барады ма? Анио шинеро кайо. Мінекей, бұл жерде патчим жоқ, сондықтан біз роны жалғаймыз. Жоқ, қалаға қарай барады дейді. Шине деген қала, ондай орталығы.
базар десек те болады. Сондай. Жоқ, базар емес. Келесі. Ахопши каджи кёшіл. Қандай болады? Яғни L-мен аяқталса, L-ды жалғаймыз деп ғана айттық. L-мен аяқталса, ро-ны жалғаймыз. Ахопши каджи кёшілло осе요. Сағат 9-ға дейін сынып бөлмесіне келіңіз дейді. Классқа қарай келіңіз дейді. Не? Я, жарайды деген сөздер. Деп осылай жауап береді. Жаңа сөз итчок деген былай. И деген мынау деген сөз, чок деген сондай бағытты білдіреді. Жағын, мынау, мына жақ деген сөздер. Мінеки жауаптары. Өздеріңіз үйде орындап, тексеріп көріңіздер осылай. Және тағы бір тапсырма. Там 보기와 같이 쓰세요 дейді. үлгідегідей етіп жазыңыз. үлгіде не дейді? 사무실이 어디에 있어요? 겐세 қай жерде? Қай жерде орналасқан? 아래층에 있어요. 아래층으로 가세요. төменгі этажда орналасқан. төменгі қабатқа қарай барыңыз дейді. Жақшаның ішінде 아래층으로 가다 деп жазылып тұр. Соны біз 세요 деген сондай бұйрықты или бұйрық беруді жалғап осы сөйлемді толықтырамыз. Бұйрық немесе жасаңыз деп сондай жалпы бұйрық деп айтады ғой. бірінші сөйлем 한국 병원에 가요. 한국 병원 деген бір Кореядағы кез келген аурухана. Соның жай ашын 한국 деп айта салады. 한국 병원에 가요. 몇 번 버스를 타요? больница ауруханаға барамын. Нешінші автобусқа отырамын деп сұрап тұр. 5번 버스를 타세요 дейміз. Маған отырыңыз деп. 5-ші автобусқа отырыңыз дейміз. екінші 도서관이 어디에 있어요? кітапхана қай жерде орналасқан? Қай жерде? мына жерде екі сөйлем бар екен. 앞으로 가다 және 그리고 왼쪽으로 가다 деген екі сөйлемнен тұр екен. екеуіне де сондай бұйрық беруді жалғап сөйлем құрастырайық. яғни 앞으로 가세요 және 왼쪽으로 가세요 болады. мінекей 앞으로 алды қарай барыңыз және солға қарай барыңыз, жүріңіз дейді. Барыңыз. және келесі тапсырма. 여기에서 어디로 가요? 스르가다 көрсетіп тұрғанда оң жаққа қарай бару керек. 저 앞에서 오른쪽으로 가다. ана жер чо деп ана жерде алдында оңға қарай барыңыз дейді. яғни 저 앞에서 오른쪽으로 가세요 дейміз. келесі 교실이 더워요. 창문을 좀 қандай не болады? 여다. 열ға 세연 жалғаған кезде ел түсіп қалады да 여세요 болады. 창문 좀 여세요 болады. не, я, жарайды деген сөздер. не деп айта салуға болады. осымен біздің бірінші бөлімнің
ережесі жаңа сөздер аяқталды. Және оған арналған тапсырмада жаттығу да аяқталды. Келесі бөлімде біз мынандай диалогтар туралы айтамын. Одан кейін оқу және айту бөлімдерде бар. Оларды бөлек-бөлек сабақтар дайындап, бөлек-бөлек видеоға жарияламақшымын. Осымен мінекей. Сонымен міне қосымша және тыңдағандарыңызға рахмет.